Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздермен бірге Нұрти YouTube каналы. Видео басылмай жатып, лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі біздің видеода «Игра в кальмаре» екінші сезонына түскен актер туралы талқылайтын боламыз, яғни таныс. «Игра в кальмаре» екінші сезонында қандай рөл атқарды десеңіздер, оны өздеріңіз де білесіздер. Қысқаша нұсқа айта кетейін. Таныс 230 нөмірде ойнады және де біраз ойындардан өткенімен әжетханада шыққан жанжалдың кесірінен 333 ойыншының қолынан қаза тапқан болатын, яғни вилканың кесірінен. Ал таныстың жеке өміріне тоқталатын болсақ, таныс T.O.P атымен танымал, яғни шын аты Сын Хён. Оңтүстік Кореяның әйгілі әншісі, репері, актері және Big Bang тобының мүшесі. Ол 1987 жылы 4 қарашада Сеулде дүниеге келген, яғни дәл қазір жасы оның 37-де. Таныс 2006 жылы Big Bang тобына қосылып, танымалдылыққа ие болды. Оның реп қабілеттері мен сахнадағы харизмасы оның әлемдік деңгейге танымал етті. Сонымен қатар ол актерлік мансапта да жеңіске жетіп, бірқатар фильмдер мен телехикаяларда басты рөлдерді сомдады. Таныстың есірткі қабылдағаны шын ба? Иә, бұл шындық. Таныс 2017 жылы есірткі пайдалану үстінде қатысты дауға ұшырады. Оның есірткі қабылдағаны үшін айып тағылды. Сол жылдың маусым айында оның үйінен есірткі табылғаны туралы хабардар тарады. Нәтижесінде ол тергеуге алынды. 2017 жылдың шілде айында сот оны есірткі пайдаланғаны үшін айыптап, сот үкімінен 10 айға шартты жаза тағайындалды. Сондай-ақ ол қызметінен уақытша шеттетілді. Осы оқиғадан кейін таныс өз ісіне өкініш білдіріп, қоғам алдында кешірім сұрады. Бұл жағдай оның жеке өмірінде, мансабында теріс әсер етіп, ол бірнеше уақыт бойы топпен бірге өнер көрсетпеді. Ал таныс туралы 7 факт айта кетейін. Таныс 2006 жылы Big Bang тобына қосылып, топтың репері әрі вокалисті ретінде танылды. Big Bang оңтүстік Кореяның ең танымал және ықпалды кей-поп тобының бірі. Таныс тек музыкалық салада ғана емес, сонымен қатар кино мен теледидар саласында да жетістіктерге жетті. Ол бірнеше фильмдер мен телехикаяларда басты рөлдерді ойнады. Таныс сурет салумен де айналысады. Ол психикалық денсаулық мәселелерін талқылап, қоғамдық белсенділік танытқан. 2017 жылы есірткі пайдалану үстінен кейін ол қиындықтарға тап болды, бірақ ол қоғам алдында қателігін мойындап, қоғамдық санада дұрыс пікір қалыптастыруға тырысты. Таныс шахмат ойнауға да қызығушылық танытады. Ол әлеуметтік желілерінде бірнеше рет көрсеткен. Ол Big Bang-тың бірнеше танымал әндерінің авторы әрі продюсері. Таныс көбінесе топтың реп бөлігін орындайды. Оның дауысы мен стилі үлкен танымалдылыққа ие. Оның өнерге деген қызығушылығы тек музыка мен актерлікпен шектелмейді. Ол сонымен қатар визуалды өнерге де сүйіспеншілікпен қарайды және шығармашылық тұрғыдан өзін дамытады. Ал сіздерге осылайша таныс туралы барлық ақпараттарды жеткіздім деп ойлаймын. Видео ұнаған болса тіркеліп, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Таныстың фанаттары болса тіркеліп қолдап отырыңыздар.